Сәлем достар, бүгін сіздермен жүктіліктен кейінгі депрессияны жеңу медитациясымен бөлісетін боламыз. Жүктіліктен кейінгі көңіл күйдің төмендеуін жеңілдету және оны жеңуге арналған жұмсақ медитация. Алдын ала дайындаламыз. Өзіңізге ыңғайлы жерге отырыңыз немесе жатыңыз. Егер мүмкіндік болса, тыныш жерде болыңыз. Көзіңізді жайлап жұмыңыз. Тынысыңызға назар аударыңыз. Мұрын арқылы баяу демалыңыз және ауыз арқылы жаймен шығарыңыз. Тағы да дем. Демалған сайын денеңіз жеңілдеп, дем шығарғанда кернеу азайып жатқанын сезініңіз. Денеңізді сезіп бастаңыз. Иықтарыңыз босаңсып жатқанын елестетіңіз. Мойын, бет жақ бұлшық еттерін жұмсарып баратқанын және де қолдарыңыз бен аяқтарыңыздың жылы әрі тынышталып жатқанын сезініңіз. Өзіңізге мейіріммен қараңыз. Ішіңізден ақырын қайталаңыз. Мен қолымнан келгенін жасап жүрмін. Менің сезімдерім маңызды. Маған демалу мен қолдау керек. Бұл қалыпты. Бірнеше рет қайталаймыз. Мен қолымнан келгенін жасап жүрмін. Менің сезімдерім маңызды. Маған демалу мен қолдау керек. Бұл қалыпты. Енді жарық бейнесін елестетіңіз. Кеудеңізде жылы, жұмсақ жарық пайда болған елестетіңіз. Әр демалған сайын бұл жарық кеңейіп, сізді қоршайды. Ұлы шаршауды, уайымды жайлап тыныштыққа айналдырады. Тек қазіргі сәтті елестетіңіз. Қазір тек осы сәт бар. Өткенге де, ертеңге де барудың қажеті жоқ. Сіз қазір қауіпсізсіз. Тағы 3 рет терең демалыңыз. Қолыңызды, аяғыңызды жай қимылдатыңыз. Көзіңізді ашуға дайын болғанда ашыңыз. Егер көңіл күйіңіз төмендеуі ұзақ уақытқа созылса, немесе күнделікті өмірге қатты әсер етсе, сенімді түрде дәрігерге немесе психологқа айту өте маңызды. Қолдау сұрау күштің белгісі. Сіз босанғаннан кейін тек өзіңізге ғана емес, қолыңыздағы кішкене ғана сәбиге де жауаптысыз. Сол себепті сіздің ішкі халіңіз бен сыртқа әсер етіп жатқан көңіл күйіңіз өте маңызды. Сіздің көңіл күйіңіз қаншалықты жоғары, жақсы болған сайын, сәбиіңіздің де жылауы азайып, жылдам дамиды. Бүгінгі медитациямыз осымен тәмам. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.